Армысыздар, қадірлі отандастар. Бүгін 2019 жылы 28 желтоқсан республика бойынша қаралы күн. Кеше 27 желтоқсан күні Алматыда ұшақ апатынан бір талай отандастарымыз мезгілсіз қазада ұшырады. Мерт болды. Bir qancha отандастарымыз ауыр жарақаттанды. Қаза болған отандастардың отбасына қайғылы көңіл айтамыз. Марқұмдардың жаны жәннатта болғай. Ауыр жарақат алған отандастарымыздың тезірек сауығып кетуіне тілектеспіз. Мен бүгін Жароков көшесі мен Өтепов көшесінің қиылысындағы республикалық қан орталығына барып, талай жылдан бергі әдетім бойынша қан тапсырайын, ерікті донор ретінде деп барған едім. Осы жерде бір жайтқа куә болдым. Қан банкылар жоқ, толып кеткен бәрі. Еріктілер кеше бұл жерге келіп қан тапсырды дейді. Өте көп болды адам. Қан құятын банкі қалмады деп бүгін демалыс екен оларға. Кеше жарияланған Бұқар Жырау көшесіндегі қан тапсыру орталығында да солай. Бұл нені көрсетеді? Біздің отандастарымыз осы бір қайғылы жағдай кезінде береке бірлікке, шын ниет, шын жүрегімен бойындағы ыстық қанын өз отандасына беруге дайын екендігін көрсетті. Осындай берекелі елде жасап жатқандығымызды ойласақ, әрине көңіліңізге қуаныш, бір жылылық ұялайтыны сөзсіз. Bir елде жасап жатқан бар адамның тағдыры да бір. Елге ойлаған жақсылығың, қылған жақсылығың алдыдан шығар анық. Барлығымыз бір ниет, бір тілекте, қайғылы жағдайда осындай бірге алғандығымыз үшін, барлық отандастарым үшін өзім мақтаныш сезініп тұрмын.